біздің мемлекетте қаржылық ресурс бар. Қаражат жетеді. Жетеді. Сол қаражатты біз дұрыс басқара біліп, дұрыс пайдалана біліп, дұрыс бөле білуіміз керек. Баратын жеріне бармай жатыр ғой. Баратын жеріне бармай жатыр. Толығымен бармай жатыр. Толығымен бармай жатыр. А неге мен қаражат бар деп айтып отырмын? Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгін біздің студиямызда қонақта экономист, экономика ғылымдарының докторы, белгілі мемлекет қайраткері деп айтасақ та болады, ғалым ағамыз Алтай Болтайханұлы Зейнелғабин ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Уақыт тапқаныңызға рахмет. Енді бүгін бірнеше тақырыпты қозғаймыз деп отырмыз. Бюджет бар, салық мәселесі бар, содан кейін сыртқы қарызды да сұрап көрсек деп отырмыз сізден. Енді аға, өзіңіз елдің бәрі біледі, көптеген жылдар бойы осы қаржы саласында, нақтырақ айтқанда оның ішінде бюджетке байланысты салаларда көп қызмет атқардыңыз, есеп комитеті төрағасының орынбасары болдыңыз. Сондықтан бірінші сұрақты бюджеттен бастасам деп отырмын. Бюджет болғанда да бюджетке байланысты жасалатын жемқорлық туралы. Себебі қазір мынау ақпараттар шығып жатады, пәлен дегенді ұсталыпты, не болды деп ашып қарасақ, бюджеттің қаржысын жеген, бюджеттің қаражатын ұрлаған, бюджеттің қаражатын жымқырған. Енді қазақта сұмдық мақал бар ғой, жаңағы қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Сонда да қарап отырсақ, бәрі сол бюджетті телміріп отыратын сияқты бір әсер қалдырады да, сәл қақпағы ашылса, жаңағы ауызға салып, жаңағы жұлмап кеткісі келіп тұратын сияқты бір көңіл-күй бір сондай ой түйесің жаңағы ақпараттарды оқып отырып. Сондықтан бюджет деген қызық тақырып деп ойлаймын. Енді мен сұрағым келіп отырғаны жалпы сол бюджеттен қаражат қалай ұрланады, қандай жолмен жымқырылады. Енді сіздер соны кезінде талай блоктың бетін аштыңыздар, талайын көрдіңіздер. Онда енді ең бірінші үлкен шаруа бюджеттің қаражатын дұрыс қалыптастырып, және оны дұрыс бөле білу керек, және дұрыс жоспарлай білу керек. Бірінші кемшіліктің барлығы, жаңағы айтып отырған қаржылық бұзушылықтың барлығы ең бірінші дұрыс жоспарлаудан басталады. Сонан кейін екінші үлкен мәселе сол жоспарлаған қаражатты дер кезінде мысалы жергілікті бюджеттерге жеткізу мәселесі. Кешігіп жеткізу мәселесі. Бірінші айтайын дегенім, жаңағы жоспарлау уақытында, мысалы қазақта өзі мақал бар ғой, айналайын, түйе сұрасаң бие береді, бие сұрасаң сиыр береді дегендей. Сол бұлар бюджетті жоспарлаған уақытта 100 миллионның орнына, 200 миллион сұрайық. Ертең бере ма, бермей ма, бізге келесі жылы бола ма, болмай қала ма? Сондықтан да осында сұрайық дейді. Көбірек сұрайық. Көбірек сұрайық дейді. Артығымен. Артығымен. Ол бір мәселе. Сонан кейін артығымен сұрағаннан кейін, сол неге мемлекеттік сатып алу жүйесі қолданылып, соған тендер конкурса бейітеді. Ол конкурсқа көбінесе комиссияда өздерінің адамдары кейбір жаңа кәсіпорындардың қатыстырып проблемалары шығады. Одан кейін мынау ең көп несе баға жағы. Кеше мемлекет депутаттарда осы мәселеге қатты қаузап жатыр. Бюджеттік кодексте біз осы мәселеге қатты көңіл аударып жатырмыз. Ондағы айтқандағысы мынау жаңағы конкурс уақытында сен қаражатты осыншама дегеннің нақты суммасын сен дұрыс жоспарлап көрсете алсаң, соған байланысты сен конкурсты дұрыс жүргізіп аласың дегенге принципиально осыған көптеген тетіктер енгіземіз дейді. Анау конкурсты жүргізетін адамдардың өздерінің жауапкершілігін арттыру мәселесін. Екінші мәселе конкурсты дер уақытында жүргізу мәселесі. Біздерде көбінесе не істейді? Конкурс бір рет өтеді, ойбай өтпей қалды бір себептерден. Екінші рет өткізеді,
үшінші өткізеді, ойбай енді уақыт болып қалды. Қалай Конкурс өткізу жүргізбейік, бір көзден бере салайық деген кейде туындыларды. Міне осының тұрған әлгі жемқорлықтар басталады. Яғни жемқорлықтың бәрі мынау мемлекеттік сатып алудың жаңағы Төңірегін- тендердің госуаттың айналасында жүреді ғой. Иә, төңірегінде біріншіден жаңағы жоспарлауда мәселе көбірек қаражат алу, екінші жаңағы үлкен мәселе конкурс жүргізу, және дер кезінде ақша жетпеу. Дер кезінде ақша жетпейді деген сөз. Мысалы, жергілікті бюджеттерге ақшаны біз трансферттерді жылдың бас жағында бермейміз. Жылдың бас жағында республикалық бюджетте ақша онша көп болмайды да. Екінші августтан бастап, немесе июльден, негесе сентябрьден бастап бере бастаймыз. Сонда өзіңіз ойлап қараңыз, сентябрьде түскен ақшаға конкурс жүргізу керек. Одан кейін ол конкурс бір ай бола ма, 2 ай бола ма? Сонда сіз жұмысты жылдың аяғында ноябрьде бастайсыз. Жылдың аяғында жүргенде жыл бітеді, жыл аяқталады. Бітіру керек. Сол уақытта жаңағы жемқорлық та дұрыс жаңағы дәрежеге, нақты нәтижеге жетпеуде осыдан басталады. Шынында да мысалы халықтың арасында кейде мынандай әңгімелер айтылады. Қазақстан жұрт қатарлы даму үшін мына басқа бір төтеннен бір аспаннан жаңағы айдалған сияқты бір керемет дүниелер жасап қажеті жоқ дейді. Бар болған мына бюджеттен бөлінген қаражатты толығымен ұрламай жырламай игерсе, соның өзінен Қазақстан әжептәуір көтеріліп кетеді деген бір әңгімелер айтылады негізінде. Шын. Рас болса? Осы рас. Негізінде жалпы вообще жалпы халыққа түсіндіріп айту керек. Мынау біздің мемлекетте қаржылық ресурс бар. Қаражат жетеді. Жетеді. Сол қаражатты біз дұрыс басқара біліп, дұрыс пайдалана біліп, дұрыс бөле білуіміз керек. Баратын жеріне бармай жатыр ғой. Баратын жеріне бармай жатыр. Толығымен бармай толығымен бармай жатыр. А неге мен қаражат бар деп айтып отырмын? Иә. Өзіңіз ойлап қараңыз. Бюджеттің қаражаты мысалы 23 триллион болсын дейік. Одан кейін ұлттық қордан алатын ақша бар. Сонымен есептегенде 25 триллиондай ақша болады, 26 триллион. Одан басқа бізде мынау бюджеттен тыс қорлар бар. Мемлекеттік сақтандыру қоры бар. Онда бір 700 миллиардтай ақша бар. Сонан кейін әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бар. Онда 1,5 триллиондай ақша бар. Сұмдық қаражат. Иә, қаражат бар. Ал енді мынау кеше президент айтып қалды, біздің әлеуметтік бірыңғай зейнетақы қорында біраз ақша бар. Соны тиімді пайдаланудың жолын іздеу керек деп. Үлкен проектілерге солар жұмсаудың қаражатын табуымыз керек деген. Соны. Ал онда 22 триллиондай ақша бар. Бұл мен ұлттық қордың ақшасын есептемегенде. Мен ұлттық банктың резервтерін есептемегенде. Сонда осы қаржыны біз қалай басқарып отырмыз, қалай тиімді пайдаланып отырмыз, қай салаға жіберіп отырмыз. Ал егер осының барлығы халықтың әлеуметтік экономикалық мәселесін шешуге еліміздің қолданылса, біздің экономикамызда, әлеуметтік мәселемізде үлкен дәрежеге жетер еді. Ал енді өзіңіз мысал келтіре салайын. Былтыр су тасқыны болды. Су тасқынынан бәленбай үй өзі құлап қалды. Сол үйлерді біз қай қаражатқа салдық? Бюджеттің қаражаты ғана емес о жерде. О жерде ұлттық қордың қаражаты бар деген. Одан кейін квазисектордың қаражаты бар. Одан кейін бюджеттің фондылардың қаражаты бар. Одан кейін жекеменшік кәсіпкерлердің қаражаты бар. Соларды бәрін біз тарта білдік. Сол арқылы сол үйлерді дер уақытында беріп, халықты үймен қамтамасыз еттік. Бұл нені көрсетеді? Біз жаңа айтып отырған қаржылық ресурстың бар екендігін көрсетеді. Қаржы жетеді. Қаржы, оны біз тиімді басқара алып отырмыз ба деген мәселе туады. Ұрланады, дер кезінде жетпейді, түпкілікті нәтижеге жетпейді. Мысалы, жол саламыз дейсіз,
жолды саласыз, октябрьде саласыз жол. Ол 1-2 айдан кейін бычыт болады, келесі жыл тағы ақша сұрайсыз. Ойбай, менің ана жолым бычыт болды тағы. Сонда қалай біз тиімді пайдаланып жатырмыз? Ол жағы біреудің қалтасына кетті. Жартылай суммасы біреу тендерді ұтып алды да, өтірікшінді. Конкурстан ұтып алды да, шапкысын берді, жартылай жолды жасады, өтірікшінді. Ол сапасын тексеріп атқан ешкім жоқ. Сонан кейін екінші үлкен мәселе тексеру. Иә, бақылау керек қой осыны. Бақылау мәселесі. Кім бақылайды? Неге бақыламайды? Бақылау мәселесін біз күшейтуіміз керек. Сіздер байқап отырсыздар ма? Кейін кезде мысалы ауылдық жерлердегі мектептерге біз ақшаны көп, мұғалімдерге ақшаны көбейттік. Кейін кездерде сол мектептердің берген ақшаларын соны жеп қойып атқандар бар. Қалай жейді? Жалақысынан жей ме сонда? Соны жалақы өтірік адам баяғы фиктивный үлкен бір адамдарды қосып қояды ғой директор, өзінің туыстарын. Тіркеп қояды. Тіркеп қояды да, соның кейін соның счетына ақшаны аударып отырады. Мәссаған. Бұны біздің мынау қаржы министрлігіндегі казначейство оны тексере алмайды. Өткен себебі ондай тексерістерді тек қана мемлекеттік органдардың өздерінің ішіндегі тексеру аудиторлық бөлімше оны тексеріп, соны түбіне дейін жете алады. Сондықтан да бұл жердегі үлкен мәселе, осы мәселені қаржы министрі жан-жақты жүйелі түрде қарау керек. Казначействоны біз не үшін құрдық? Казначейство сол мемлекеттік қаржыны бақылау, нақты өзінің негізгі мақсатына жету, және оны тиімді пайдалана отырып түпкі нәтижеге жету мәселесіне. Одан кейін жалпы мемлекеттік қаржыны басқаруды жандандыру мәселесіне көңіл аудару керек. Біз мына жағына көңіл аударып жаттымыз да, тексеру жағына кішкене басқа жаққа. Сонда қаражат бөлінеді, бірақ оны қалай жұмсалып жатқанын ешкім бақылап отырған жоқ па сонда? Бақылап, біз бақылағанда, мына бақылаудың бірнеше саласы бар ғой. Иә. Алдын ала бақылау дейді. Сонан кейін ағымдағы бақылау дейді, текущий контроль. Одан кейін болғаннан кейін контроль. Біз несе көбінесе болғаннан кейінгі мәселеге көңіл аударып. Болар болып, бояу сіңіп кеткеннен кейін. Қаражат. Ал жаңағы алдын ала бақылау, сонан кейін ағымдағы бақылауды біз күшейтуіміз керек. Бұны бір жүйеге казначейство мен қаржы министрі осы мәселені қатты көңіл алу керек. Бұл экономикадағы әрбір жағындай шыққан үлкен мәселе, бұл біздің сол қаржыландыру тетігіндегі пайдалануды және ондағы басқарудағы кемшіліктерді көрсетіп отырады ғой. Сонда мен бірнеше осыны мен тікелей айтқым келіп отыр. Бұл үлкен, бұл бұрын бұндай болмайтын. Осы сұрағым келіп отырған, кезінде мысалы тексердіңіздер ғой, мысалы бюджеттің жаңағы атқарылуын. Сонда кемшіліктер қандай еді? Көбіне қаражат қандай жолдармен ұрланатын еді, жымқырылатын еді, немесе ысырап болатын еді? Қазір қандай? Енді былай айтсақ, аса өзгерістер жоқ. Жаңағы мен айтқан тетіктер барлығы сол күйі қалып отыр. Бірақ ендігі бір ерекшелік, ол уақытта қаражаттың көлемі азда, қазір қаражат көбейген сайын, оны бірнеше жобаларға, бірнеше бағыттарға біз жібереміз. Мен есімде 2000 жылдары еліміздің бюджеті 3-4 миллион теңге болады. 3-4 миллион теңге. Қазір 23, 29, 27, 26 триллион теңге. Триллион теңге болып кетті. Сонда қарасаңыз, бұл жерде мынандай бір үлкен, мен мынау совет уақытында қызмет істеген адаммын ғой. Ол уақытта енді біздер совет мемлекет, ол уақытта Россияда бюджетін бәріміз сояқта қорғайтынбыз, сояқтан ететінбіз. Сонда бізде бір Москвада бір конференцияда бір кісі выступать етті. Сол айтты. Біз дейді қаражатты табамыз.
бірақ оны шашып жібереміз. Ананы да істегіміз келеді, мынаны да істегіміз келеді. Екі ортада ол қаражат жаңағындай ұрланады, тиімсіз пайдаланады. Басқа жаққа кетіп қалады. Басқа нәрсеге нақты нәтижеге жете алмай жатамыз деп. Президент өткен жолы осыған қатты көңіл бөлді. Біз нақты нәтижеге жетуіміз керек. Әрбір мемлекеттік органның жұмысын нақты нәтижеге жетумен байланысты біз бағалаймыз деді. Бюджетке байланысты да солай ғой. Солай ғой. Жақсы. Бюджеттің қаражатын солай тиімді пайдаланбаса. Мына тендер демекші, қазір естіп қалдым араторында кәсіпкерлерден. Тендерді мемлекеттік сатып алу. Кім жаңағы тәсілі, кім оңтайлы, тиімді, ең төменгі бағасына сол ұтып кетеді деген ғой. Иә. Ол енді кейінгі кезде қаралып жатыр. Кейінгі заңда бұл қаралып жатыр. Өзгеріс енеді ғой. Өзгеріс енеді. Сол жаңағы бағаны қоямын деп отырып, ақыр аяғында жаңағы 30% ғана, мысалы 100 теңгеге атқарылуы тиіс жұмыста, мысалы 30 теңге ғана бөлінеді, себебі жаңа баға төменді, кім төмен тұрса, мен ұтып аламын деп, жаңа баға түсіп кете береді ғой. Солай. Нәтижесінде жаңа 30 теңге ғана бөлінді, ол әрине жұмысқа. Одан кейін өзі сол заңда бұрында қаралған заң, бұрынғы заңда да қаралатын болған. Бірақ приоритет деген бар ғой. Приоритетті бағаға беріп қойды. Ал негізінде приоритет ол сапаға берілу керек. Сонан кейін жаңағы, мысалы мен тендерге қатыстым ба, менің қандай мүмкіндігім бар? Мен осы салада бұрын істедім ба? Кәдімгі егжей-тегжейлі тексерілу керек қой. Тексеріліп, мүмкіндігі қандай? Сол салада мен мысалы жұмыс жасап, соны қандай нәтижеге жеттім деген тетікте талдалып барып, сонда ғана сондай компания мысалы ұтуға тиіс болу керек. Біз ол жағына көңіл бөлінбей, зерттеп жатпайды. Онша жатпай, бағаға қарай автомат түрде бағаныкі мынанікі төмен екен, осыған бере салайық деп. Және мысалы енді кейде таңғаласың. Мысалы тендер жүргізесің, қағаз немесе ана компьютердің саймандарын тендер жүргізгенде, мысалы Қарағанды облысында тендер жүргізсе, оны анау Ақмола облысынан соғалады екен. Сосын оны жеткізу керек. Содан кейін оны ақшасы төмен деп анау жеткізу керек. Оған ана жерден жеткізуге қаншама ақша кетеді. Және сіз ойлап қараңыз, қысты уақытында біздің Қарағанды облысы, әйтпесе басқа облыстың бір районы жеткізу деген ол. Содан кейін ол мәселе шығып жатады. Ойбай дереу уақытында әкемет бәленбайға кешікті. Біздің жұмысымыз тұр. Анау деген. Сонда аумаққа да шектеу қою керек, сонда реттеу керек. Ол мәселе де бар. Бірақ бұл жерде кейбіреулер айтады, ондай мәселені ететін болсақ, біз ана конкуренцияны таңдау болмай қалады деген түсініктерде шығады. Міне осы тұрғыдан алып қарағанда, бұл мемлекеттік сатып алу дегенде үлкен тетіктердің бірі ғой. Өйткені мемлекеттің өзінің бұл тетікті қолдана отырып, өзінің ішіндегі кәсіпкерлерді, өзінің ішіндегі кәсіпорындарды ынталандыру, соларға көмектесу тетігі ғой. Сондықтан да біз осы жағында жақсылап қарастыруымыз керек. Себебі бір іскер азамат осыны қынжылып отырып айтқан еді. Мына қазір біздегі істегі берекенің болмауы, жаңағы нақты нәтиженің көрінбеуі осы жаңағы тендердегі мына төмен баға ұсынумен байланысты. Дұрыс айтады. Енді мынау үнемі естіп келе жатырмыз, қанша жыл болды. Ауылдық әкімдіктер бар, аудандық әкімдіктер бар, сосын қалалық әкімдіктер бар. Соларға бюджет мардымсыз бөлінетін сияқты. Неге себебі? Оны сұрап отырған себебім, жұмыстың көбі негізі елді мекендерде, ауылдық жерлерде, өңірлерде жүріп жатыр ғой, өмірдің бәрі. Қайнаған өмір сол жақта. Қаражат сойқы көбірек бұру керек меніңше. Неге осы жағы ескеріледі? Бұл өте күрделі мәселе. Күрделі мәселе. Ауыл әкімі бізде бюджетті ақша бөлінбейді дейді, аудан әкімі сұрасаң, жаңағыдай қаражат онсыз да мардымсыз бөлінеді дейді мысалы. Бұл енді мынау бюджетаралық қатынас деген, бұл енді біздің республика үшін ең өзекті мәселенің бірі.
бюджеттік аралық қатынас жүйе есебінде қарасақ, ол мысалы республикалық бюджеттен облыстық бюджеттің облыстық бюджет пен біздің аудандық бюджеттердің арасындағы қарым-қатынас. Аудандық бюджеттер менен ауыл поселкалық бюджеттердің арасындағы қарым-қатынас. Біз мысалы ауылдық бюджеттерді аштық. Бір уақыттарда, енді шынын айтсақ, 93 жылы бізде 93 жылға дейін бізде поселковық аудандық бюджеттер болған. Солай ма? Болған. 93 жылы біз қысқартып жібердік оның барлығын. Неге? Өйткені қаражат жетпеді, қаражат жоқ деп. Енді өздеріңіз де білесіздер ғой. Детский садтарды жауып, балабақшаны. Басқа мектептерді кішкене жауып, қысқартып кітапханалар, мәдениет үйлері жабылып, сол уақыттарда ақша жоқ деп біз жергілікті бюджеттердің бәрін қысқартып жібердік. Енді бұл мәселені ашу керек деген мәселені мен мысалы 2008 жылы бірінші рет көтерген болатынмын. Айтқан бедіңіз сол? Иә, ол уақытта қаражат бізде бар. Иә. Қаражат пайда бола бастаған жылдар? Иә, 2008 жылы бізде қаражат бар. Осыны жергілікті бюджеттерді ашу керек, жергілікті бюджет ауылды көтеру керек деген мәселе. Енді үлкен мәселе ол бюджет қаражат арқылы қана көтересің. Басқа мүмкіндік жоқ. Ал жаңа сен айтып отырған мәселе аштық. Оған кейбір бюджеттерді, салықтарды түсіруді бердік. Бірақ ауылдық жердегі поселок 2008 жылдары? Иә, жоқ, ашылсын деп ұсыныс бердім мен. Иә. Қабылданды ма ұсынысыңыз? Жоқ, ол 19 жылға қана қабылданды, 18 жылға. 10 жылдан кейін барып қана. Неге? Енді қандай көз айтты? Ол уақытта баяғы ақша әлі де тапшы, анау деген сылтаулар керегі жоқ дегендей. Бірақ көрдіңіз ба? Ал бірақ ол ақшаларды басқа жаққа жібердік. Ауыл дамысын дейміз, мысалы қаражат жоқ болса қалай дамиды? Қазір де болса да бұл проблема бар. Кейбір салықтарды біз жергілікті бюджеттерге бердік. Мысалы мен бір мысал ғана айтайын. Шағын орта бизнестен түсетін корпоратив табыс салығын біз жергілікті бюджетке бердік. Сол биылдың өзінде 1,5 триллион ақша. Біз жоспарлағанбыз 1,1 триллион деп. 1,5 триллиондай ақша түсір. Бұл нені көрсетіп отыр? Бұл жергілікті әкімдерге билік берсең, өздері ақшасын таба алу мүмкіндігі бар деген сөз. Бірақ енді үлкен мәселе. Сол бюджет берген қаражат ауылдық бюджеттерге қаншасы түседі? Поселковый бюджеттерге қаншасы түседі? Міне осыған қатты көңіл аударуымыз керек. Екінші үлкен мәселе. Мысалы, ауылдық жердегі мұғалімдер, жаңағы сіздің поселкаңыздағы мұғалімдер қазір жақсы еңбек алады. Еңбекақыдан ол салық төлейді. Индивидуальный подоходный налог, әлеуметтік салық төлейді. Ал оның барлығы сол поселкаға түспейді, ол облысқа түседі. Мен айтам, ол неге поселкаға түспейді? Иә. Ол негізінде сол поселкаға түсу керек. Сонда поселкада ептеген ақша пайда болады. Тағы да, мысалы, шетелдердің тәжірибесінде даже корпоративтік табыс салығы үлкен субъектілердің өзінен жергілікті бюджеттерге 1-2%, 3% беріліп тұрады. Неге осы жасалмай отыр қазір? Ол ұсынысты мен бердім. Бюджеттік кодекске бұл ұсыныстарды бердім. Қашан бердіңіз? Осы былтырлар бергем. Ол мәселені бұлар қарап жатыр әлі. Қазір ауылдық әкімдіктерге бюджеті бар ма? Жоқ, сіз айтып отқаныңыз аудандық? Жоқ, аудандық бюджеттерде, поселковый бюджеттерде бюджет бар. Ауылдың әкімдерінде қаражат бөлініп жатыр. 19 жылдан бері. 19 жылдан бері. Бірақ салық түспей жатыр. Қаражат өте аз. Тек кәсіпкерліктен ғана түсіп отыр салық. Тек кәсіпкерліктен түседі. Сол жердегі сонан кейін анау не бар ғой? Жұмыс істейтін адамдар өздері. Олардың еңбекақыларынан ғана түседі. Жаңағы мұғалімдерден түспейді. Дәрігерлерден түспейді. Оны реттеу керек қой демек. Соның барлығын реттеп, ондағы үлкен мәселе былай ғой.
мектептерді біз сол жердегі поселкалық әкімге ол бағынбайды. Мектептің директоры. Ол тек қана облысқа бағынады. Біз олардың бәрін облысқа бере жібердік. Анау мектеп деген поселкада ол мәдениет орталығы. Сол жерде ол егер несі болса, жаңағы бүкіл шараларды, спорттық, басқа шараларды жүргізетін негізгі орын болып, қазір көптеген поселкаларда солай. Солай болып тұр, иә. Солай болып тұр. Ал енді ол әкімге бағынбағаннан кейін қалай онда іске асырылады, жүзеге асырылады. Міне осы мәселеде бұл біздің республика үшін децентрализация деген жергілікті органдарға биліктерді беру мәселесі жүйелі түрде жасалу керек, және қаржы жағынан да біз осыған қатты көңіл бөлуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Мысалы қазір ауыл әкімдері сайланып жатыр, иә? Тиісінше мына параллель түрде осы нәрселер жүру керек қой. Иә, егер де мысалы мектептің несі шатыр ұшып кетті дейік. Иә. Әйтпесе бір недің шатыр ұшып кетті дейік. Соны жасау үшін ақшаны не аудандық бюджеттен, не облыстық бюджеттен сұрайды. Көрдіңіз бе? Ал өзінде қаражат болса, ол соны бір 10 күннің ішінде или бір тез жөндіріп тастайды. Ол ақша келгенше, неткенше қаншама уақыт. Оған тағы да тендер жүргізеді, үйтіп дейді. Міне осыған келген уақытта мұндай мәселелерді тез шешудің жолдарын іздестіруіміз керек. Сонда ғана біз нәтижеге жете аламыз. Жақсы, түсінікті. Енді қазір осы бюджетке байланысты тағы бір өзекті мәселе қазір қоғамда талқыланып жатыр. Ол салықты 20%-ға көтеру жөнінде. Қосымша құн салығы туралы. Қосымша құн салығын ұсыныстар айтылып жатыр ғой қазір. Иә. Осыған байланысты маман ретінде көзқарасыңыз қандай? Біріншіден, біз егерде дұрыстап қарайтын болсақ, біз салық реформасын, бюджет реформасын жасаймыз деп отырмыз. Реформа жасалу үшін, мысалы салық реформасы жасалу үшін, салық жүйесін біз жан-жақты талдауымыз керек. Бағалауымыз керек салық жүйесін. Біздің салық жүйесі осы уақытқа дейін, енді осы 2 жылдан бұрын біздің бюджетке мүмкіндігінше қаражатты қалыптастыруға мүмкіндік берді. А қазір заман өзгерді. Мынау дүниежүзілік мәселелер, глобализациямен байланысты көптеген мәселелер туындауымен бұл жүйе өзін уже бұрынғыдай мүмкіндігін қамтамасыз ете алмай отыр. Сарқыды ма өзі? Иә, сарқыды деген сөз. Негізінде салық жүйесі бұл өте күрделі жүйе. Егер салық жүйесі біріншіден мемлекеттік қаржысын көбейтуге, жеке меншік кәсіпорындардың қаржысын көбейтуге, соңы халықтың қаржысын көбейтуге ықпал жасау керек. Мен осыларды енді бірнеше рет айтып жүрмін. Халықтың кірісі көбейген сайын, кәсіпорынның кірісі көбейген сайын, сонан кейін басқа субъектілердің кірісі көбейген сайын, мемлекетте кірісі көбейеді. Мемлекетке де салығы көбейеді. Байиды. Осы тұрғыдан қарағанда салық жүйесі дегеніміз не? Біріншіден салық жүйесі деген салықтың түрлері. Біздің республикаға қандай салықтың түрлері керек? Жаңа айтып отырған қосымша құн салығы, корпоративті табыс салығы, басқа салықтар. Өздеріңіз есіңізде болсын, ең бірінші жыл бізде бюджет салық кодексі шыққанда бізде 43-тен 47-ге дейін салық болған. Мәселен, салық көбейді ғой. Салық көбейді. Біз ең бірінші реформа жасаған уақытта біз салықтың санын 43-тен 13-ке дейін төмендеттік, 11-ге дейін төмендеттік. Сол салық мысалы төмендеді. Міне реформа деген осы. Бірінші осыдан бастау. Сонда салықтың қай түрі болу керек? Онан кейін осы, мысалы, қосымша құн салығы ма? Оның салық алу тетігі қандай болу керек? Оның ставкасы қандай болу керек? Оған әкімшілік жинаудың
қалай жүргізу керек. Міне бұл бір-бірімен байланысты жүйе. Халыққа, бизнеске түсетін ауыртпалықты азайттыңыздар. Азайтпау керек. Иә, азайт. Бірақ кейіннен салықтың түрі азайғанменен басқа бір сбор, анау-мынау платежи дегендер көбейіп кетті. Көбейіп кетті. Міне осы тұрын алып қарағанда осылай қарау керек. Біздер қазір реформа жасаймыз дейміз, бір салықты аламыз да осының ставкасын көбейтеміз дейміз, ол реформа емес, ол просто бүгінгі салық кодексіне кейбір өзгерістерді енгізу деген дүние. Басқа реформа емес ол. Бұның нәтижесі қандай болады? Сонда жаңағы мен мысалы қосымша құн салығын ставкасын көтеру туралы өз пікірімді айтуға болады. Бұл енді жан-жақты талдану керек. Оны енді біріншіден инфляцияға әсер етеді, товардың құнын көбейтетіні ол анық. Екінші, себебі кәсіпкер 20%-ды табу үшін одан сайын бағаны көтереді ғой. Көтереді ғой. Енді орын толтыру үшін көбейеді ғой. Сіздің мысалы қосымша құн салығының несі, ол мынау бағаға тікелей әсер етеді. Ол бағаға. Кәсіпкер бағасын 20%-ды қымбаттатады деген сөз ғой. Қарапайым мысалы егерде айтқанда, мысалы қазір 12%. Себебі ертең 20% төлеу керек. 12% па? Ол ертең мысалы 20% болса 8%-ке ол еріксіз товардың құнын көбейту керек. Мұның екінші жағы бар. Біз қосымша құн салығынан мынау экспортқа шығып, егерде кәсіпкерін экспортқа шығаратын болса товарын, одан біз республикалық бюджеттен оған ақша қайтарып береміз. Экспортқа шығарған. Өйткені экспортқа шығару үшін ол товарды өндіру үшін іштен товар алады ғой. Ол уақытта қосымша құн салығын төлейді. Сол сумманы біз қайтарып беруіміз керек. Ол сумманың көлемі мысалы 2022 жыл 800 миллиардтан 23 жыл 400 миллиард болды. Онан кейін 500 миллиардтай қайтарылмай қалып қалды. Бұл 2004-те қайтарылу керек болатын. 2004-тің бүкіл данные пока жоқ. Сонда 24-тің данные жоқ. Ал енді сол сумма қанша болады? Ол оны сайын көбейеді ғой. Және ол дер уақытында қайтарылу керек. Біздердікі дер уақытында оны қайтармайды. Ал дер уақытында қайтармау деген сөз кәсіпорынның әйтпесе қалай субъектілердің қаражатына тікелей әсер етеді. Жұмысына кедергі. Өйткені ол ішкі оборотқа ақша керек қой. Ол ақшаны ала алмай отыр, дер уақытында бермей отыр үкімет. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, бұл жерде мынау қосымша құн салығының дебетовый сальдосы деген бар. Мына жақтан алған салық төлегенде, товар алғандағы қосымша құн салығын алып, мына жақты сатқан уақыттағы қосымша құн салығы. Екеуінің айырмашылығын біз төлейміз. А мына жақтағы өсіп кетеді, мына жақтағы кем қалуы мүмкін. Неге келмейді? Өйткені ол, мен мысалы мына товарды алдым, енді шығарған уақытта мен есептеген уақытта нені жаңағы көлемін азайтып жіберемін. Көлеңкелі экономика. Товарымды мен мынағандай суммаға саттым деймін, өтірік. Бірақ сатқаным наличный ақшаға басқа товар сатып жіберемін. Жалтару басталады. Бұл жалтару бұрыннан болған, одан сайын көбейеді. Ал бюджетке керісінше ақша түсу азая береді, одан сайын азаяды. Сонда жаңағы біз өсіру арқылы тауып отырған ақшаның біразын осы жерден жоғалтып аламыз. Соны есептеу керек. Ал енді бұл жерде мен айтар едім бірінші көпші. Бұны өсіру үшін қанша процентке өсіру керек екендігін жан-жақты талдау үшін біз мысалы сол қосымша құн салығын бәленбай жылдан бері 20%-тен 16%-ке, онан кейін 12%-ке түсірдік. Кезінде сіздер түсірдіңіз. Түсірдік. Сондан біз қандай пайда таптық? Сол не берді? Соны талдау керек. Сонан кейін барып осындай әрекеттер жасау керек. Бюджет триллион теңгеге дейін жетсе, демек жақсы нәтиже берген ғой. Иә. Көрмейсіз ба? Ал ол нені көрсетеді? Біз мынаны төмендеткен сайын
жаңағы көлеңкелі экономика ол азайды. Сонан кейін мынау қосымша құн салығының ставкасын төмендеткен сайын анау өтірік товар шығару және өтірік ана республикадан ақшаны қайтарып алу азайды. Енді бәрі заңды жолмен істейді. Заңды жолмен уже оған невыгодно оказалось. Бір ай тиімсіз оған. 12%-пен неткен уақытта оны жалтараймын десе тиімсіз оған. Ал енді жаңағыдай 20% болған уақытта ол мысалы көбейіп кетеді. Бұны осы жағында қарастыру керек. Сондай қауіп бар ғой деймін. Сондай рискілердің бәрін есептеп барып, бұның ставкасын көтерудің жан-жақты талдау арқылы қарау керек. Оны президент те айтты. Бұны талдау керек деп. Жақсы, мынау енді тағы бір үлкен мәселе. Мысалы жаңа сіз көбейтіп тұрсыз ғой, енді дебетовый сальдо өсіп бара жатыр, дебетовый сальдо жаңағы айырмашылығы жаңағы дер кезінде қайтарылмау, жаңағы тиісті ақшасын кәсіпорындарға. Екінші жағы көлеңкелі мәселе, объемын несін көлеңкелі экономикаға кетеді. Одан кейін үшіншісі, сіз товарды шығардыңыз, бірақ өткізе алмай отырсыз. Өтпейді товарыңыз. Көрдіңіз ба? Өтпегеннен кейін бюджетке ақша түспейді. Себебі бағасын қымбаттады. Өтпейді, бағасы қымбат, енді складқа жұмыс жасайды. Баяғыда бізде совет уақытында айтатын, хозяйственный субъект работает на склад деп. Товар өтпейді. Қазір енді рынок уақытында ол осылай болып қалуы мүмкін. Сонда біз мұны көтерсек, мысалы кейде осы көтеру мәселесі, егер үлкен қып көтеру жіберетін болсақ, бұл кәсіпорынның ертең көбісінің жұмыс істемей қалуына ықпал етуі мүмкін. Осы қосымша құн салығын 20%-ға көтерілуі бизнеске салмақ бола ма? Болады. Болады бизнеске салмақ. Түсінікті. Енді тағы бір сұрағым келген нәрсе, мына біз сыртқы қарыз деп жатамыз ғой. Өзі қазір Қазақстан сыртқы қарызы қанша, егер нақты ақпараттар қолыңызда болса? Сыртқы қарыз деген не өзі? Оны қалай қайтарады? Қашан қайтарады? Кім қайтарады? Сыртқы қарыз деген мұны басқаруда үлкен мәселе. Жалпы біздің сыртқы қарызымыз, жалпы сыртқы мемлекеттің сыртқы 165 миллиард доллардың құрамында, шамасында. Бірақ оны біз жіктей білуіміз керек. 160-тың мысалы былай алып қарағанда 100 миллиард доллары ол 100 миллиард доллары ол мынау бізге келетін инвестициялар. Бізде шетелдік компаниялар бар ғой. Олар өздерінің дочерний агенцияларына инвестиция береді. Тікелей инвестиция, басқа жағынан сол 100 миллиард солар. Ал енді мемлекеттің сыртқы қарызы кейінгі жылдары азайды. Азайды, бірақ мына квазигосударственный сектордың сыртқы қарызы, мен айтар едім, кеміген жоқ, бір қалыпта тұр. Кейде өсіп қарқынға. Сондықтан да оны басқа процесін жандандыру керек. Сіз айтқан 100 миллиард доллар инвестиция дедіңіз ғой? Оған кім жауап береді? Оған компаниялардың өздері жауап береді. Халықтың, мемлекеттің қарсы жоқ. 67 миллиард доллар? Ол енді жауап береді. Жауап береді. Оның ішінде жауап бермейтін тағы бір сала бар. Ол жаңағы айтып отырған, мен айтып отырған, ол екінші дәрежелі банктардың қарызы. Бұл жерде тағы да бір үлкен мәселе бар. Енді оны айтпай кетуге болмайды. Мынау кейінгі 2-3 жылда мына екінші дәрежедегі банктердің сыртқы қарыздары өсіп бара жатыр. Неге? Не себептен сол? Енді оның өсу себептері әртүрлі. Біріншіден,
ішкі қаржылық ресурстардың азаю. Екіншісі, мынау Россиядан келетін компаниялардың көбеюі. Білдіңіз ба? Бізде Россиядан келген компаниялар енді олар көбінесе рубльмен жұмыс жасайды ғой. Сондықтан да рубльмен қарыз алу бізде возможно көбейіп. Міне осы тұрғыдан алып барғанда осы банктердің екінші қарызы көбейіп бара жатыр. Банктердің сыртқы қарызына мемлекет жауап бере ме сонда? Жоқ, бермейді. Бірақ ұлттық банк оған тікелей бақылау жасап жұмыс жасау керек. Мұны неге тегін айтып отырмын? 2008 жылдары бізде қаржылық кризис болған уақытта осы екінші банктердің дәрежесінен шықты ғой барлығы. Иә. Сол уақытта кеше президент те айтып қалды ғой, біз 2008 жылдары сіздердің банктеріңізге қаншама көмек бердік. 10 миллиард доллар бөлінген есімде ұлттық қордан. Иә. Банкті сақтап қалу үшін. Банктерді сақтап қалу үшін. Ол сақтап қалған мемлекеттік бюджеттің қаражат қайтарылды ма? Ол өткен мәселе. Қаншасы қайтарылды? Оның қаншасы қайтқан жоқ, оны есеп комитеті оған аудиторлық тексеру жүргізу керек. Есебі жоқ. Есебі жоқ әзірше. Мен осы мәселені есеп комитетінің алдына қойдым. Сіздер осыны неге талдап көрсетіп бермейсіздер деп. Енді екінші деңгейлі банктер халықтан пайыз жақсылап пайызбен өсім алғанды біледі. Иә. Ал енді жаңа айтып отырған қарыз мәселесі де үлкен бір тағы бір мәселе бар. Біз кейінгі кезде сырттан қарыз алуды азайттық, жаңа айтып отырған. Мысалы, бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үшін біз 7 триллиондай 24 жылы 7 триллиондай қарыз алдық. Соның 5-6 триллион 80% ішкі қарыз. 20% сыртқы қарыз. 1-4 триллион теңге. Значит, біздің ішкі қарызымыз өсіп бара жатыр. Ішкі қарыз өскеннің пайдасы да бар. Оның жан-жақты қарасаң, кейбір кемшіліктері де бар. Ішкі қарыз дегеніңіз не ол? Ішкі қарыз дегенімді айтайын деп отырмын, как раз. Ол, мысалы, қаржы министрі өзінің құнды қағаздарын шығарады. Сөйтіп ол құнды қағаздарды мына біздің фондовый рынокқа ұсынады. Саудаға шығарады. Оны бүгінгі сатып алып отырған кімдер? Оны біздің жаңа айтып отырған әлеуметтік жинақтау қоры, зейнетақы қоры, одан кейінгі біздердің жаңа айтып отырған бюджетный государственный фондылар, одан кейін екінші дәрежелегі банктар. Сонда қарап отырсаңыз, 5-6 триллионның почти 90%-ын осылар алып отыр. Сонда жаңа қаражат арқылы біз қаржылық институттарды көмекті күшейтіп отырмыз. Ал ол қаржы біздің нақты секторге дамытуға бағытталмай отыр. Көрдіңіз ба? Ал енді қаражатты алып өсімін алып отыруға бағытталып отыр. Президент осында айтып қалды. Ешқандай өндіріс жоқ. Президент осыған Нацбанк пен үкіметке тапсырма берді. Кешегі үкіметтің жиынында. Сендер осыны талдап етіңдер. Олар неге олар мемлекеттік құнға сатып алуға? Сіз мысалы банкерсіз. Мемлекет біреу. Және ол өте тиімді. Мемлекет дер кезінде қайтарып бере алады. Дер кезінде процентін төлей алады. Сондықтан да сіз ойбай, мемлекеттің құнды қағазын алайын. Кепілдігі мықты ғой. Кепілдігі мықты. 16% не 15% маған тиімді ғой. Ештеңе істемей қалады. Істемей. Мысалы 100 миллион қалатын болсам, маған бөгеді. А мен 100 миллионды кредит есебінде беретін болсам, 5 адамға, 10 адамға берем ба, соның 10 адамның соңында жүруім керек. Ол қайтарыла ба, қайтарылмай ма деп айтады. А мына жерде бір жаңғыз мемлекет ол қайтарып дер уақытында ол процентке дер уақытында қосатын ештеңе жоқ. Айтқанда нағыз надежный инструмент деп. Сондықтан да одан пайда тауып отыр деп президент осыны айтты. Осыны неге біз дұрыстап қолға алмаймыз деп.
жақсы, сыртқы қарыз деп сұрап отырғаным, сыртқы қарыз деген кезде халық төлеуі тиіс нәрсе сияқты ұғынылады да бізде қоғамда. Мысалы, сыртқы қарыз десе шошып кетесің, мысалы 168 миллиард доллар десе. Ойбай, оны қашан қайтарамыз? Қайтарамыз деп. Сондықтан сізден сұрап отқаным сол, тарқатып айтып берсеңіз. Халыққа санағанда мынандай деп. Оның ішінде жаңағы 100 миллиардты шынында да және Нацбанктың қарыздарын алып тастасаң, біздің өкіметтің қарызы менен квазисектордың қарызы онша көп емес. Сонда халықтың тікелей иығына түсетін, халық қарызы қылатын нәрсе жоқ қой? Жоқ қой, жерде мемлекеттік қарыз. Аты ғана. Мемлекеттік қарыз ғана. Мемлекеттік қарыз ғана. Соның ұлттық банктың қарызы бар. Сонан кейін біздің мемлекеттік қарызға кіретіндер вообще негізінде біздің заң бойынша өкіметтің қарызы, сыртқы қарызы, ұлттық банктың сыртқы қарызы болды. Даже мемлекеттік қарызға біз квазисектордың қарызын кіргізбейміз. Бірақ шетелде оны кіргізеді. Өйткені квазисекторлардың көбісінің үлесі, мемлекеттің үлесі бар көбісінде. Сондықтан да оны кіргізген жөнде болар санайды. Бұл жерде шетелдік мамандар осыны айтып келе жатыр, ол дұрыс. Олардың түсінігі бойынша мемлекеттік сектордың қарызы дейді. Мемлекеттің ғана қарызы емес, мемлекеттік сектор. Ол мемлекеттік секторға жаңағы біздің өкіметтер жатып отыр, соңғы квазигосударственный сектор с участием кого? Государства. Мемлекеттік үлесі бар. Бізде мысалы самұрық қазына, бәйтерек, басқа да. Оларда енді өкіметтің үлесі. Жақсы аға. Рахмет. Келесі кездескенше Иә. аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар.